Арсыз бен санасыз адамдар қандай болады? Арсыз адамның беті қолы жоқ, сөзі мен ісі қайшылықта жүреді. Ол шындыққа көз жұмып өтірікті өмірінің сәні қылады. Ақылды мен адал адам үшін ол тек үлгі болмастан ескерту ғана болады. Санасыз адам өмірдің заңдарын түсінбейді, әр істің салдарын бағаламайды. Ол тек қана әзірге бейімделіп болашақты ойламайды. Сол үшін ол жиі қателеседі және өзіне ғана емес айналасына да зиян тигізеді. Арсыздық пен санасыздық адамның қадірін түсіреді. Ондай адам сенімге лайық емес, достары сирек, сыйластығы жоқ, адамгершілігі төмен болғандықтан қоғамнан шеттеледі. Санасыздық өз-өзін құрту жолы. Адам өзінің ниеті мен ісіне жауап бермей, әр нәрсені желікке қалдырады. Уақыт өте келе мұндай адамның өмірі сенімсіздік пен жалғыздыққа толады. Арсыз бен санасыз адам көбіне өз мүддесін ғана ойлайды. Ол әділдік пен шынайылыққа қарамай әр істі жеңіл-желпі деп қабылдайды. Соның салдарынан шынымен бағалы нәрселерден айырылады. Достық, махаббат, абырой. Санасыз адам мен арсыздың айырмашылығы ойдың жоқтығы мен жүректің суығынан. Бірі қателікті түсінбейді, екіншісі басқаға зиян келтіруді ойламайды. Екеуі де өзін өзі тәрбиелей алмайды. Арсыз бен санасыз адам үшін шындық ауыр болады, өйткені ол оны мойындамай әр нәрсені өз еркімен бұрмалайды. Ақылды адам оған сабырмен қараса, арсыз адам тек өз қателігін қайталайды. Саналы адам өз ісінің, сөзі мен ойының жауапкершілігін біледі. Ол әр қадамын ойланып басады, болашаққа жоспар құрады және әр әрекетінің салдарын ескереді. Саналы адам үшін қателік сабақ, ал сәтсіздік жаңа мүмкіндік. Саналы адамның өмірі тәртіп пен тәрбие жолы. Ол өз эмоциясын басқара біледі. Ашуды да, ренішті де орнымен тоқтата алады. Саналы адам айналасындағы адамдарға жылылық пен сенім сыйлайды, өйткені ол өзінің жүрекпен сөйлейтінін біледі. Саналы адам әрдайым өзін дамытуды мақсат етеді. Ол білімді бағалайды, тәжірибені үйренеді және әрдайым кемелдікке ұмтылады. Өмірге жауапкершілікпен қараған сайын оның жолы айқын әрі мәнді болады. Саналы адам шынайылық пен адалдықты биік қояды. Ол өтірік пен екіжүзділіктен алшақ жүреді. Адамдармен сенімге негізделген қатынас құрады. Өзіне де өзгелерге де әділ бола біледі. Саналы адам үшін әр сәт қымбат, әр сөз маңызды. Ол уақытын босқа өткізбейді. Әр кездесуді, әр әңгімені оймен қабылдайды. Өмірді мәнімен өткізу оның басты ұстанымы. Саналы адам тек қана өзімен емес, қоғаммен де үйлесімді өмір сүреді. Ол айналасына пайда әкелуді, жақсы нәрсені үйретуді, көмектесуді міндет санайды.